иісі Нұрлан? Жоқ, менің балам еместейді. Ішке бала егеннен кейін плод деген бар ғой, плод деген зат бар. Солардың қаны барады, әйел адамның қаны барады ғой. Мен балам емес. Сен, пожалуйста, Нұрлан, барып ютубты туып алып, мен балам емес деп жүре береді. Қандай? Ютубты, интернетті ашып оқып қараса, жалпы медик болса, олар біледі. Эко деген не екенін Бұл медик қой, фельдшер ғой. Ты медик, что ли? Фельдшер ол. Сенің балаң. Медик. Иә. Сен қандай медиксің, сен білмейсің ба? Сен білу керексің, что есть мужской, мужской материал. Былай айтқанда, мужской материал мен әйелдің материалы болады. Оны екеуі искусственно алынады, қосылады, искусственно подсаживается. Сен ешкіммен төсекте болмайсың, ешкіммен төсекте. О, қанға барым. Сен қандай медиксің, сен значит аталғансың ғой дипломда, кетші сөйлемей маған. 5 миллион үшін бала. Қанша алдың? 5 миллион алдым. 5 миллион сол... Бала за вынашивание, за то, что я родила, гонорарым 10 миллион будет. Ондай мәселе қайталанса, сен тағы да рұқсатını бересің бе? Рұқсатымды беретін едім, бірақ уже қайталамайды. Потому что ол жақта уже бір себеп пайда болды. Басқа отбасы келіп саған өтініш білдірсе? Ондай өтініш білдірсе, при всем желании мен уже оған келісе алмаймын, потому что кесарево операция дегеннен кейін ол кезде уже суррогатный материнство бола алмайсың. Потому что мына баланың кесарево арқылы алды. Она же его кормит через нее, получается, она кушает, через это кушает ребенок, он шевелится, внутри он у нее живет 9 месяцев. Представляете, это уже считается как его ребенок. Я бы не смогла. На самом деле она күйеумен әйелінің несі, как это честно сказать, в формате бірақ не істейді ол семья басқа. Не істейді. Ол өмір сыйлады. Айса, наоборот, олар өмір сыйлады. Жоқ, жетімдер үйіндегі балалар өте ауыр тақырып талқыланып жатыр шаққеріміз. Жоқ, ауырлығынан білмеймін, қазір бұл баланы өмірге алып келудің қазір репродуктивтік бір түрі. Алматы қаласында республикалық репродуктивтік орталық. Енді өкінішке қарай түрлі аурулардың салдарынан немесе мысалы денсаулығы күтпегеннен егер әйел өзі жаңағы баланы дүниеге алып келе алмаса, онда жаңағы өзінің ұрықтарын пайдаланып, яғни күйеуі мен өзінің жаңағы жалпақ тілмен айтқанда жатырды жалға алу деген. Енді бұл системамен әлемде бірнеше бала дүниеге келген және де бізде орталық жұмыс істемейді, демек ондай сұраныс бар деген сөз қалды.